Саламатсыздар ма? Бүгін біз ИП-ның төлемдерін төлеуді үйренетін боламыз. ИП-ның міндетті әлеуметтік төлемдерін және де налогтарын төлеуді осы бір видеода үйрететін боламын. Ол үшін платежыға кіреміз. Всені таңдаймыз. Осы жерде штрафы и налогиді таңдаймыз. Осы жерде платежи для ИП таңдаймыз. Пенсионкадан бастап төлейміз. Ол дегеніміз обязательные пенсионные взносы таңдаймыз. Период оплата басамыз үстіне. Осы жерде қай айға төлейсіз, соны таңдайсыз. Мысалы, біз ноябрь. Окей. Ең плательщикаға егер ИП өзіңіздікі болса, екі жерге ИП-ның егесінің иіні жазылады. Осылай жазып, потом иіннің дұрыс екенін астынан шыққан, аты жөніңіз астынан шыққан болса, иіннің дұрыс екенін білдіртеді. Одан кейін суммаға келетін болсақ, сумма бізде минималкамен төлейтіндерге ол 7000 теңге. 7000 теңге төлейсіздер минималкадан, ал максималкадан 2023 жыл бойынша максималкадан 54444 теңге төлейсіздер. Және де егерде ИП-ңіздің айналымына қарай төлесеңіз де болады, өзіңіз есептеп. Сонымен 3 жағдайда төлесеңіз болады, яғни табысыңыз қанша болса да минималкамен төлеуге құқығыңыз бар, барлық төлемдерді. Және де табысыңыз жеткілікті болып тұрса, өзіңізге қажеттілігіңізге қарай максималкамен де төлесеңіз болады. Немесе қажеттілігіңізге қарай өзіңіздің бағанағы айналымыңызға қарап есептеп, сол бойынша төлесеңіз де болады. Ал ары қарай бізде, мысалы, біздің жағдайда бұл 54444 төлеуіміз керек. К оплате деп ары қарай төлеп жібереміз. Енді бізде екінші төлем ол социальное отчисление. Социальное отчисление таңдаймыз. Выберите тип платежа. Кіреміз. Социальныйдың өзін төлеу үшін мына КНП 012 осыны таңдаймыз. Период оплатаға кіреміз. Қажетті айды таңдаймыз. Окей. Ең плательщикаға да өз иындарыңыз 2 рет жазылады. Енді суммаға келетін болсақ, минималкамен төлесеңіз социальное отчислениені, бұл бізде 2450 теңге. Егерде максималкамен төлейтін болсаңыздар 17150 теңге. Тағы сол сияқты өзіңіздің ИП-ңіздің айналымынан өзіңіз есептеп төлесеңіз де болады. Бұл да дәл сол сияқты 3 жағдайда төлесеңіз болады. Бірінші жағдай ол ИП-ңіздің жағы табысы қанша болса да сіз минималкамен төлей аласыз қажеттілігіңізге қарай. Ал егер ИП-ңіздің табысы жетіп тұрған болса, максималкадан да төлей бересіз қажеттілігіңізге қарай, ол да. Немесе өзіңіздің айналымыңыздан тең-бе-тең төлесеңіз болады, өзіңіз есептеп. Біздің жағдайда бұл 17150 теңге төлейміз. К оплате деп ары қарай төлеп жібереміз. Енді шығамыз. Енді медстраховка төлеу. Медстраховка бұл ВСМС деп қысқартылып айтылады, және де мұнда міне 4-ші тұр. Взносы на обязательное соцмедстрахование. Астына байқасаңыздар, мұнда для ИП деп кішкене жазумен жазып қойған. Шатаспас үшін ИП өзіне именно осыны төлейді. Таңдайды. Выберите тип платежа. Мұнда бірақ платеж КНП 122, яғни для индивидуального предпринимателя. Таңдаймыз. Период оплаты. Период оплатайды таңдайсыздар. Осы кезде иінді сұрайды. Иінді толтырамыз.
сол кезде белгілі бір сумма автоматом шығады. Ол бізде 4900 теңге. Яғни 2023 жыл бойынша кәсіпкерлер үшін бұл бекітілген сумма 4900 теңге. Продолжить деп басып, ары қарай төлеп жібересіздер. Енді 2023 жылдың январынан бастап ИП және де налогтарды төлеу басталды. Ол бізде былай төленеді қазір. Мұнда налоги для ИП деп тұр. Таңдайсыздар осыны. Осы жерде мына қаланы сұрап тұр. Бірінші орта жаңағы үстіндегі қаланы сұрап тұр, ана Алматы деп басасыздар үстіне. Осы жерден районды немесе бағанағы именно мұнда ескеретін жағдай ИП-ның налогтары ИП тіркелген район, ИП ашылған районды таңдайсыздар міндетті түрде. Так, бізде мысалы бұл Карагандинская областьта орналасқан біздің ИП-мыз делік мысалға алайық. Выберите тип платежа. Бізде ИП егесі өзіне төлесе, ол мына КБК 101-202, яғни бірінші тұрған ИПН с доходов не облагаемых у источника выплат дегенді таңдаймыз. Выберите УГД деп тұр. Выберите УГД. Бізде қай Қарағанды облысының қай районында немесе қаласында орналасқан? Бізде Шахтинск қаласында орналасқан ИП-мыз, сол үшін таңдаймыз. Мысал түрінде айтып жатырмын. Және де мына жерде де тоже Шахтинскті таңдаймыз. Сонда 2 рет таңдадық. Енді название организации. ИП кішкентай жағы бірінші өз аттарыңызды жазсаңыздар да болады қысқартып. ИП мысалы Азиза. И бин ин организации тоже жазылады. Примерно 20. Енді суммаға келетін болсақ, ИП дегеніміз ол айналымнан 1,5% төленетін салық түрі. Яғни өздеріңіз есептеп аласыздар. ИП-ді мысалы ИП-ның төлеуді 2 жолы бар. Бірінші жолы ол айма-май төлеп отыру, немесе 6 айдықын қосып бірге төлеу. Екеуі де қате емес, екеуі де дұрыс. Өз қалаларыңыз бойынша таңдап төлесеңіздер болады. Мысалы біз айма-май төлейміз, шатасып кетпес үшін. Білмеймін, солай удобно. Сол үшін солай төлейміз. Мысалы біз максималды доходтан есептегенде примерно 8167 теңге төлейміз. Осылай төлейміз. Ал сіздер өздеріңіздің доходтарыңыздың бір айдағы табыстың, немесе 6 айда төлесеңіз, 6 айдағы табысты қосып, соның 1,5%-ын төлейсіздер. Осылай ары қарай төлеп жібереміз міне. Барлығы. Главный бұл жерде ең дұрыс болу керек. Және де мына жерде таңдалған ИП-ның адресі бар ғой. ИП адрес дегенде ол ИП-ның орналасқан облысы мен районы немесе бағанағы қаласы дұрыс таңдалу керек. Сонда барлығы дұрыс болады. Ары қарай кеттік. Енді бізде тағы да мынандай налог бар. Налоги для ИП-ға кіреміз, енді екінші налогымыз төлеу үшін. Ол жерде тоже бірінші жаңағы таңдаймыз, өзімізге керекті ИП-мыз орналасқан областы таңдаймыз. Карагандинская область. Выберите тип платежа. Енді қандай налог төлейсіз, соны сұрап тұр. Социальный налог деген бар. Осы екінші налогымыз. Бұл міне үшінші тұрған социальный налог КБК 103-101. Осыны таңдаймыз. Енді выберите УГД. Тоже ИП-мыз қай жерде, қай районда орналасқан? Бізде Шахтинск қаласында орналасқан делік. Таңдадық. Енді название организации тоже ИП деп бағанағыдай ИП Азиза, например, одан кейін ең жазамыз. Ары қарай суммасына келетін болсақ, енді осы суммасында абайлаңыздар, осы социальный налогты төлейтін кезде ескере кететін жағдай, ол мысалы, ол тоже табыстан 1,5%. Бүкіл доход бір айдағы табыстан 1,5%, немесе 6 айдағы табыстан 1,5%.
Бұны да тоже 6 ай сайын төлесеңіздер де болады, немесе аймамай төлесеңіздер де болады. Және ескере кететін жағдай ол мұнда бірінші табыстан 1,5%-ын есептеп аласыздар. Потом шыққан суммадан төлейтін социальный отчисление бар ғой, соны алып тастайсыздар. Және де егер де сізде жұмысшы, яғни работник болатын болса, сол работникқа төлеген социальный отчислениеңізді де алып тастайсыздар. Содан кейін ғана шыққан сумманы төлейсіздер. Бұл үлкен жеңілдік. Бұл сіздер үшін өте тиімді. Өйткені полный 1,5% емес, сіз уже өзіңіздің төлеген социальный отчислениеңіздің және жұмысшыға төлеген социальный отчислениеңіздің суммасын азайтып барып төлейсіз. Сонда кішкене азырақ сумма шығады. Солай ары қарай төлеп жібересіздер. Тағы да ескере кететін жағдай, егер де сіздер максималкадан төлесеңіздер, онда сіздер бағанағы соцналог төлемейсіздер. Өйткені минус болып кетеді соцналог. Бағана социальный отчисленияны алып тастағанда минусқа шығып кетеді. Сол үшін оны 0 деп төлемесеңіздер болады, ары қарай шығып кетесіздер. Егер төлесеңіздер, бағана сумма деген жерге жазып, суммасын жазып, есептеп төлеп жібересіздер. Өте түсінікті болды деген ойдамын. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.